жартылай күн немесе орысша айтқанда полусолнце юбкасын тігіп үйренейік. Резинкамен тіксеңіз бөксесін өлшеп аламыз. Бізде бөксе 78 сантиметр болды. Оны радиусын шығарғанда 78-ді бөлеміз 3, 14, 25 сантиметр. Ұзындығы 44 сантиметр. Одан қысқарақ қылсаңыздар да болады. Менікі тізеден болды. Радиусын шығарып аламыз. Видеодағыдай матаны екі бүктеп 25 сантиметрді өлшеп қиып аламыз. Бүктелген жағы мына жақта тұрады. Міне видеода көрсеткендей болып шығады жартылай күн юбкасы. Енді осыны тігейік. Алдымен жаңағы бір жағы ашық жағын біріктіріп тігіп аламыз. Оверлок болса оверлокпен тігіп алыңыздар. Мен қайырып тігіп алдым. Белдігіміздің ұзындығы 90 сантиметр, ені 12 сантиметр, екі бүктегенде 6 сантиметрден болады. Оны ине қадап дайындап қойдым. Юбканың оң жағына кіргізіп, инемен қадап алып, тігіп шығамыз. Алдымен ине қадабасаңыздар өздеріңізге оңай. Екі кішкене шетін, резина өткізетін шетін қалдырып қоямыз. Себебі қазір резинаны осы жерден өткіземіз. Енді айналдыра тігіп шығамыз. Яғни юбканың оң жағын, белдіктің оң жағын екеуін беттестіріп тігеміз. Жаңағы сызылған жерге дейін тіктім. Екі ортасы ашық қалды. Осы жерге резина өткіземіз. Алдымен юбкамыздың етегін қайырып тігіп алайық. Оверлок болса оверлокты баласаңыздар болады. Мен қайырып тігіп шықтым айналдыра. Резинамыз ені 3 сантиметр, ұзындығын 50 сантиметр қылып алдым. Арнайы осында резина өткізетімен өткізіп, жаңағы ашық жерге өткіземіз. Өткізіп шықтым. Енді машинканың көмегімен тігіп шығамыз. Төртбұрыштап немесе қолмен де тіксеңіздер болады. Міне тігіп шықтым. Енді жаңағы кішкене ашық жеріміз бар ғой. Сол жерді машинкамен бір жүргізіп шығамыз. Осымен юбкамыз дайын. Етегіне гүлді жіберсеңіздер болады, қалағандарыңыз бойынша.